Ассаламағалейкум жігіттер, құрметті ата-аналар, қайырлы күн. Бұл біздің онлайн жаттығуларымыздың кезекті сериясы, және бұл жаттығу, бұл видео біздің 2004-2005 жылғы, 2006-2007 және 2008-2009 жылғы жас аралығындағы футболшыларымызға арналады. Видеода көрсетілген жаттығулардың барлығын толықтай дұрыс техникасымен мен айтып өткендей орындауға тырысыңдар, себебі техника қате орындалған жағдайда бұл жаттығулардың мәні жойылады, ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан қайтадан айтып өтем, техниканы дұрыстап жасауға көңіл аударамыз. Бірінші жаттығу үшін тек қана бізге бір доп қажет болады, және ары қарай сендердің қабілеттерің. Яғни біздер бұл жерде допты ауадан ұруымыз қажет болады. Орысша айтқан кезде набивание, чеканка, жонглирование маңызды емес. Маңыздысы бұл жерде дұрыстап орындау. Сонымен оң аяқпен бізге бұл жерде 20 рет ұруымыз қажет болады. Оң аяқпен, аяқтың үстімен, тіземен емес, аяқтың ішімен емес, аяқтың үстімен, подъеммен ұру керек боламыз. 20 рет оң аяқ, 20 рет сол аяқ. Жиырма рет оң, 20 рет сол жасап болдық па? Келесі екеуін бірге жасайық. Оң аяқпен, сол аяқпен кезекке керек. Алмастырып 20 рет жасауымыз қажет болады. Бұл жаттығу жасап болғаннан кейін келесіне көшеміз. Келесі жаттығуларымыз біздің оң аяқпен, сол аяқпен, оң тіземен, сол тіземен соқтық, допты қолға алдық. Қайтадан оң аяқ, сол аяқ, оң тізе, сол тізе, допты қолға алдық. Оң аяқ, сол аяқ, оң тізе, сол тізе, допты қолға алдық. Дәл осылай 10 рет қайталауымыз керек болады. Үзіліс жасадық. Содан кейін 2 рет оң аяқ, 2 рет оң тізе, тоқтадық, допты қолға алдық. 2 рет сол аяқ, 2 рет сол тізе, допты қолға алдық. 2 рет оң аяқ, 2 рет оң тізе, допты қолға алдық. 2 рет сол аяқ, 2 рет сол тізе, допты қолға алдық. Келесі жаттығуға көшеміз. Бұл жаттығуды орындау үшін бізге 5 фишка қажет болады, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Яғни бұл жерде пас берудің әртүрлі техникасын жаттықтыратын боламыз. Ең алдымен аяқтың ішімен пас беру қажет болады бізге, оң аяқпен және сол аяқпен. Фишканың оң жағынан оң аяқпен пас бергеннен кейін футболшы артқа кері қайтып, көрсетілген жаттығуды, яғни зигзагпен жүріп, фишкалардың арасынан өтіп, сол жақтағы тұрған фишкаға, табаққа қарай өту қажет болады. Сол аяқпен пас беріп, дәл осы жаттығуды кері қарай жасау қажет. Бұл жерде оң жақтан 20 рет, сол жақтан 20 рет жасағаннан кейін 1 минут үзіліс алып, дәл осы жаттығуларды 2 сетпен жасау керек. Яғни оң жақтан оң аяқпен 20 пас, сол жақтан сол аяқпен 20 пас, 1 минут үзіліс жасадық, дәл осыны 2 рет қайталадық. Келесі жаттығуларымыз дәл осылай фишканың оң жағынан, сол жағынан оң аяқ және сол аяқпен допты соғуымыз қажет болады. Бірақ алғашқы жаттығудан айырмашылығы бұл жерде доп жерден емес, ауадан келетін болады, және аяқтың ішімен емес, аяқтың үстімен, подъеммен соғуымыз қажет. Бұл жердегі маңызды нәрселердің бірі техниканы өте дұрыс орындау, яғни допты соғатын кезде бел өте қатты шалқаймау керек, артқа қарай, алға өте қатты еңкейіп кетпеу керек, және аяқтың үстімен допты дұрыстап, өте қатты да емес, өте жай да емес соғу қажет. Соққы жасау барысында аяқтың ұшы төменге қарау керек, білек ойнамау қажет. Және қолдар өте маңызды, футболшы қолын салбыратпау қажет, өте қатты жоғарыға қысып ұстамау да қажет, еркін белдің төңірегінде ұстау қажет. Үшінші жаттығуымыз дәл осындай, дәл осы жаттығулардың комплексі, тек қана бір айырмашылығы аяқтың үстімен емес, ендігі аяқтың ішімен. Орысша айтқанда шекой соғатын боламыз. Техника дәл осылай, қолды өте қатты ұстамаймыз, өте салбыратып ұстамаймыз, еркін белдің төңірегінде ұстайтын боламыз. Доп сәл жоғары көтерілген деңгейде аяқтың ішімен аяқты көтере отырып допты соғатын боламыз. Оң жақтан және сол жақтан. Айтылып кеткен екі жаттығу 20 реттен жасалынады, яғни оң аяқ 20, сол аяқ 20, 1 минут үзіліс, және осы жаттығулар 2 сеттен 2 рет қайталаудан тұратын болады. Дәл осы жаттығулар фишканың оң жағынан және сол жағынан футболшылар баспен соғуға жет болады. Яғни фишканың оң жағынан шықты, оң қырмен соқтық, артқа қарай келдік, фишканың үстінен дәл сол жаттығулар жасадық, сол жағына шықтық, сол қырмен тұрдық, баспен соқтық. Бұл жерде фишканың оң жағынан
4 соққы, сол жағынан 4 соққы 1 минут кейде үзіліс. Дәл осы жаттығуларды 2 рет қайталасаңдар жеткілікті. Осымен біздің жаттығуларымыз аяқталды. Барлық жаттығулар дұрыстап қарап шықтыңдар деп үміттенемін. Және қарағаннан кейін ең бастысы дұрыс техникамен орындауларыңды сұраймын. Жаттығу жасау барысында жігіттер видеоға түсіріңдер және видеоларыңды бізге жіберуді ұмытпаңдар. Келесі жаттығуларды көріскенше сау болыңдар.